Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, бүгін менің екінші видеом. Бұл техника кімдерге арналады? Бұл техника үйлеріңізде проблемаңыз болса, үйлеріңізде ақша қиындықтары болса, немесе үйде семьяңызда қиыншылықтар болса, жеке басыңызда қиыншылықтар болса, сіздерде проблемалар болса, бұл үйді керемет аластайды. Керемет аластайды. Жылына тек қана 5 рет жасауға болады, одан көп жасауға болмайды. Бұны бұл айға байланысты растущая лунаның өсіп келе жатқан айдың 7-ші күні жасайсыз демек. 7-ші күн ертең 5 сентябрь күні растущая лунаның лунные сутки дейді ғой. Лунные сутки 7-ші күні ертең жасасаңыз болады. Любой кезде түнгі 12-ге дейін жасасаңыз болады, достар. Ол үшін бізге жұмыртқа керек. Жұмыртқа керек бізге. Мен қазір қасымда жұмыртқа жоқ, достар, түсінікті шығарда айтып отырғаным. Ол үшін бір әдетте любой жұмыртқа керек. Қол тауықтікі болсын, базардан, дүкеннен әкелсеңіз де болады. Бір жұмыртқаны аласыз. Жатар алдында жасайсыз бұны негізіне. Күндіз жасағанда да болады, бірақ деген күндіз негізі бір сутка тұру керек, сондықтан ыңғайсыз күндіз жасаған. Мен түнде жасадым. Түнде жатарда сағат 11-де мысалға барлығы ішке кіреді. Ешкім кіріп шықпайды енді сыртқа деген кезде нені аласыз? Бір жұмыртқаны аласыз. Мынау табалдырық қой. Мысалы, мынау есікте мына жерде табалдырық болады. Мына жерде аяқ киім шешетін кілемнің үстіне мынандай жұмыртқаны қойып қоясыз, болды, есікті кілтеп аласыз. Ешкім кіріп шықпайды ғой. Бейтіп жұмыртқаны табалдырықтың алдына, қасына қойып қоясыз. Егер сіздерде мысық бар, үйде мысық болатын болса, жұмыртқаға тиіседі десеңіз, онда бәңкімен жауып қойсаңыз да болады. Бірақ міндетті түрде табалдырықтың қасында тұру керек. Табалдырықтан сразу мына кіреберісте осы жерде тұру керек. Мысық жоқ болса, онда жұмыртқаның өзін осылай қоясыз. Үйіндегі адамдарға түсіндіріп қойсаңыз да болады. Сөйтіп бұл жұмыртқа түніменен тұру керек табалдырықта. Таңертең ерте тұрып, ең бірінші шығар алдында әйтеуір жұмыртқаны көресіз ғой. Дәретке бармай тұрып, ең бірінші жұмыртқаны қолыңызға аласыз. Қай қолыңызға маңызды емес. Сосын сыртқа шығасыз, за пределом квартиры. Егер частный үйде тұратын болсаңыз, онда забордан шығасыңыз. Өзіңіздің участокке болмайды да, басқа участокке сыртқа шығып, любой бір шөптің үстіне бола ма, жерге бола ма, жаңа жұмыртқаны қатты лақтырып жаруыңыз керек. Жұмыртқаны жарасыз. Жұмыртқаны жарған кезде қазақша дұға жазып қояйын мен сізге. Сондай үйдегі адам сондай проблемадан құтылғай, үй шаңырағым сондай ұрыс-керістен құтылғай, немесе қандай проблемаңыз бар сіздің? Ақша жоқтықтан құтылғаймын, үйге береке кіргей, үйге ақша кіргей, сондай проблемадан арылғаймын деп өз сөзіңізбен жаңағындай айтасыз. Солай айтасыз, болды, достар. Содан кейін барып сіздер дәретке бара беруіңізге болады, өз шаруаларыңызбен айналысуыңызға болады. Оны тек әр айдың растущая лунаның 7-ші күні, лунные сутки дейді, 7-ші күні жасауға болады, а былай басқа кезде жасауға болмайды, достар. Ертең 7-ші күні растущая лунаның ертең жасасаңыз болады. Ертең жасай алмай қалсаңыз, онда келесі айға қаласыз. Сәттілік, достар.